баяғыда рудың не екенін білмейміз, біз интернатта түскенбіз ғой. Орысшалау Ахмет Жұбановтағы интернатта оқыдым. Сол кезде бізде ру, ел дегенді ешкім ондай жоқ болатын бізде. Алматыда қазақ мектебі, бірақ елің кім, жерің кім, руың кім деген нәрсені естідім. Кішкентайымнан қалаға кеткен ғой. Жаңағы орысша сөйлеп, сол орыстар сияқты кеткенбіз. Соның Гүлдер Азамелді бір алғаш келген кезім рудан шығып кетеді ғой. Сол осы Шымкент өңірінен бастадым, содан ең жас әншімен бір отырысқа бардым. Сол жерде бір ақсақал: айналайын, ең жас әнші екенсің, елің кім, жұртың кім, руың кім деп маған сөйледі. Ой, мына кісіден сұрап кетті. Қазақпын ғой, мен қазақпын ғой деп айта беремін де. Сосын, ойбай, сен еліңді білмейсің ба, руыңды білмейсің ба деп сөйледі. Ойбай, ата бізді интернатта шығып үйреткен жоқ болдым деп сөйтіп айттым. Сосын ауылға барып шешем айтам ғой. Ойбай, масқара, ұялтты мені бір кісі. Еліңді білмейсің, руың бәрін білмейсің, сен қалай қазақ болып жүрсің деп мені намысыма тиді. Менің руым кім еді деп шешемден сұрайын ғой. Әкем, қайтыс болып кеткен ол кезде. Сол шешем айтам: қожаның қызым деп айта бер деп сөйтіп. Мен шешем қожаның қызы. Содан басқа жерде жүргенсің, руың кім десе, қожаның қызым деп айта беремін ғой. Сөйтсем, ол арғындарға жеткен, бір каникулға келсем, Қарағандының арғындары маған забастовка жасады. Қарағым, сен қайдағы қожаның қызысың? Арғынның қара кесесің деп маған көзім шығып тұрып айтты. Сонымен жартылай қожаның қызы деп қабылдайды, жартылай арғынның қызы деп қабылдайды. Әйтеуір бәрібір онша білген дұрыс қой. Әсіресе күйеуге шыққанда сұрайды ғой, руың кім, елің кім деп. Бізге ондай опасыз жоқ, күйеуге шықпаймыз. Қандай ру болса сондай деп айтып жүре береміз. Баяғыда біреулер қонаққа барып, қожаның қызымын десем, маған шай бермей қызық болған, қожалар жек көреді екен. Ойбай, онда бара берсін, шай бермейміз деп айтыпты дейді жаңағы кісі. Өлі, басқаға сондай да болады екен ғой деп мен таңғалдым. Сондықтан да мен содан кейін қулыққа көше бастадым. Айналайын, руың кім десе, сіз қай жақтансыз деп сұрайтын. Мен кіші жүздің бәлем айтсам, мен де сонмын ғой деп айтсам, шай бермей қоймасын деп.